Баламен күресу. Ата-аналар балалармен қарым-қатынас туралы баяндағанда соғыс жайлы айтып жатқандай көрінеді. Онымен қалай күресуге болады? Сабақ үшін күнде айғай-шуды қалай жеңсек екен деген сөздер баланы жау ретінде көрсетеді. Айналадағы адамдар да отқа май құйғандай болып, баланы жастан, еркелетпе, басына отырып алады деп жатады. Ал психологтар болса, балаға қатты сөйлемеңдер, әйтпесе жаны жараланады. Баланы жазаламаңдар, невротик болып өседі дейді. Осыған қарасақ, бала ретінде емес, қауіпті құбылыс ретінде қарастырылады. Бауыр басу бала өміріндегі маңызды байланыс екенін білеміз. Ол логика мен объективті фактілермен өлшенбейді. Бауыр басу баланың сезіміне тәуелді. Ол инстинкт мида орналасқан. Ми құрылымына ми қыртысы және ішкі ми кіреді. Ми қыртысы ол сұр зат. Ол білім, сенімді дағды, машықтар және құндылықтар үшін, яғни адамның адам болу үшін жауап береді. Ми қыртысының ішінде лимбикалық жүйе орналасқан. Оны эмоционалды ми деп атайды. Ол сезім мен эмоциялар үшін жауап береді. Лимбикалық жүйе ананың жүрегін елжіретіп, анасын көрген баланы күлімдетеді. Ішкі ми өмірімізге қажетті мұқтаждықтарды қамтамасыз етеді. Ол артериялық қысымды, иммунитетті, гормондарды реттеп, психика мен дененің байланысына жауап береді. Егер лимбикалық жүйе белгілі бір жағдайда аса қауіпті деп танылса, эмоционалды дабыл соғылады. Жүйке жүйесі арқылы қарауыл, құтқарыңдар деген белгі таралады. Дене іске қосылып, жүрек қағысы жиілейді. Қанға адреналин бөлінеді. Мұндай кезде адам қауіптен қорғану үшін қатып қалады, не көмекке шақырып айғайлайды, не қашады, не қауіпті жеңу үшін шабуыл жасайды. Бұл жердегі қауіп дегеніміз әртүрлі болады. Бала мыстан кемпірден қорқатын болса, оны ешкім жоқ деп тыныштандыру қиын. Тек анасының жанында ғана ештеңеден қорықпаймын дейді. Бала бомбалау кезінде ата-анасымен бірге болса, өзін қауіпсіз сезінеді. Ал жанында бауыр басқан ересек адамы болмаса, бала қолайлы деген жердің өзінде қалыпты дамып өсе алмайды. Кейде ата-аналар мен балаға айта шаршадым, айтқаным баланың бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығады деп шағым білдіреді. Ата-ана балам жақсы болсын деген ниетпен айтатыны белгілі. Бірақ бала неге құлақ аспайды? Ата-ананың баласына көңілі толмауы балаға әрқашан күйзеліс болып тиеді. Себебі бауыр басу байланысы баладан ата-анасының көңілінен шығуы талап етеді. Бұл ата-ананың балаға қамқор болып, қауіпсіздікті қамтамасыз ететіндігіне кепілдік болады. Мысалы, бала бір нәрсені дұрыс жасаған жоқ делік. Ата-ананың қабағынан қар жауып тұр. Түрінен ашуы білінеді. Мұндай кезде лимбикалық жүйе қосылып, қорқыныштар пайда болады. Ата-ана мені жақсы көрмейді, мені тастап кетсе ше. Мидың қыртысы істен шығып, лимбикалық жүйе дабыл қағады. Ата-ананың ашуы қатты болған сайын баланың эмоциясы да қарқынды шығады. Бұл уақытта балаға ұрсу, ақыл үйрету нәтижесіз болады. Өйткені оны ескеретін мидың қыртысы істен шығып тұр. Абонент қызмет аясынан тыс жерде деген осы. Ата-анаңыз сізге ұрысқан кезде не сезінгеніңізді есіңізге алыңызшы. Балалар бұл күйді әртүрлі сипаттайды. Кейбірі мені бөліктерге бөліп жатқандай сезімде боламын десе, басқалары мен жоғалып кеткім келеді дейді. Өз эмоциясын суреттей алатын бала осындай сезімде болса, 1 жастағы баланың ішінде не болатындығын елестетіп көріңіз. Ата-ананың барлығы айқайламайды, бірақ өте ақырын дауыспен де баланы қорқытуға болады. Баланы мимикамен жым қылатындар да бар. Бір кішкентай бала, анам ашуланғанда оның көзі мені итереді деген екен. Өкінішке орай бала үндемеген сайын ата-ананың ызасы үдей түседі. Үндемей қатырайын дедің бе деп одан бетер айғайлайды. Қысым жасау қайталана берсе, баланың психикасы өзін-өзі қорғауды үйренеді. Бала ата-анасының сөзін елемей қояды. Себебі жақын адамдарынан ауыр сөз есту, зорлық көру бала үшін өте ауыр. Осының кесірінен бауыр басу байланысы үзіледі. Бала ата-анасының айтқанын пысқырмайтын болады. Өз сезімін құлыптаған бала өскенде қатыгез манипуляторға айналады. Баланы қалай тыңдата аламыз? Күйзеліс кезінде тәрбие жүргізу оң нәтиже әкелмейді. Сондықтан ашуыңызды баладан басқа нәрсе арқылы шығару керек.
Ата-ана тынышталғаннан кейін баламен татуласып бір-бірлеріңізден кешірім сұраңыздар. Бірге жылау да лимбикалық жүйені тыныштандырады. Тек осыдан кейін баламен сөйлесуге, ақыл айтуға болады. Шекараны сақтайсыз ба? Жеке шекара мәселесі отбасылық өмірдің ең ауыр проблемаларының бірі. Біз жақсы көретін жанұя мүшелерінің бөлек адам, жеке тұлға екенін қабылдай алмаймыз. Олардың жеке бөлмеге, бұрышқа, заттарға, жеке уақытқа құқығы бар екенін де түсінгіміз келмейді. Бәріміз біріміз үшін деген ұран қайда қалды? Жеке шекараға екі мысал келтіргім келеді. Бірінші мысал, жасөспірім жігіт күні-түні музыканы бар даусына қояды. Дыңғырлаған шу барлық көршілердің мазасын алды. Жасөспірім ешкімді тыңдамай өз дегенін істеп жүр. Екінші мысал, сіз жасөспірім қызыңыздың бөлмесіне есікті қақпай кіресіз. Үйсіздік, не үшін рұқсат сұрау керек? Бөлменің іші шашылып жатыр. Үстелде желімдеген тамақ, есіктің жанында сөмке, төсекте киімдер мен дәптерлер жатыр. Сіз ұрысып қызыңыздың заттарын жинастыра бастайсыз. Қызыңыз болса, ұнамаса бөлмеме кірме, бұл менің шекарам, деп өзіңнің жеке меншігін қорғаумен әлек. Бұл екі мысалда қандай айырмашылық бар? Бұл жағдаяттарда шекараны бұзу, агрессия бар. Бірінші мысалда агрессор жасөспірім жігіт, ал екінші мысалда қыздың анасы. Егер балалар сіздің территорияңызға кіріп, затыңызды рұқсатсыз алса, қандай күйде болар едіңіз? Ал ол затыңызды сындырып, не жоғалтып алса ше? Әлбетте айқайлап, ұрысып, балаға қатаң жаза қолданушы едіңіз. Бала да шекараның бұзылуын ауыр қабылдайды. Бұл жерде тек материалды шекара айтылмаған. Мысалы, 50 жастағы асқан бір ханым бала кезіндегі бір оқиғаны ұмыта алмай жүргенін айтты. Анасы оның мерекеде бүлдіріп қойған барлық қонақтарға жайып салған екен. Сонымен қатар баладан өзіне тиесілі ойыншығын жұлып алып, бауырына бергені, жеке күнделігін оқып қойғаны туралы естеліктерді өмір бойы ұмытылмайды. Баланың шекарасын құрметтеу арқылы оны біреудің шекарасын сыйлауға үйретеміз. Бала ата-ана сияқты мықты агрессорға тап болғанда айқайлап дөрекілік танытуды қалыпты жағдай. Себебі бала кикілжіңді экологиялық жолмен әлі шеше алмайды. Ол үшін ата-ана агрессивті әрекетін қою керек. Сонда бала да дөрекі болмайды. Шекара бұзушылықтың келесі түрі дәл қазір жасауды талап ету. Егер бала істеп отырған ісін тастап айтқанды бірден орындамаса, ересектер бұны құрметсіздік деп көреді. Негізінде нағыз құрметсіздік бұл адамға өтініш білдірмей бұйрық беру. Баланың жоспары мен қалауына мән бермеу де құрметсіздік. Осы жағдайда баланың тек екі жолы бар. Бала өзін-өзі қорғау әрекетіне көшеді, немесе ренішті тыйып айтқаныңызға көнеді. Ересектердің балаға қатысты дөрекі амалдары ұмытылмайды да, жоғалмайды да. Бала барлық өкпе ренішті іште сақтайды. Жан жарасын таңу үшін бала ренжудің орнына дөрекі болуды тыңдайды. Баладан бағынуды талап етудің әр жағында оны бетімен жіберіп алу, шамадан тыс еркелетіп тастау қорқынышы тұр. Егер баламен ара қатынасыңыз жақсы болса, бала айтпай-ақ сізді тыңдайды. Әр балада ата-ананың тыңдау функциясы бар. Дағдарыс кезінде балаларды тыңдату қиын. Бірақ бала бәрібір ата-анасына көнеді. Жаратылыс солындай. Егер отбасыда өтініштер істей аласың ба, қиын болмаса, рахмет, қолың бос болғанда түрінде айтылса, ұрыс-керістер өте сирек орын алады. Баланың өтінішін ұмытып, оның есіне салуыңызға тура келетін жағдайлар болуы да мүмкін. Бала шекараны құрметтеуді, қамқор болуды, көмек беруді ата-анасынан үйренеді. Билік пен қамқорлық. Ата-ананың баласына бауыр басудың екі жолы бар. Бір жағынан ата-ана қорғап қамқор болады, екінші жағынан баланы басқарады, үйретеді, шектеулер қояды. Бұны басқару арқылы қамқор болу дейді. Егер қамқорлық аз болса, ата-ана қатыгез, әділетсіз тиранға айналады. Ал билік жоқ болса, ата-ана өмірге шағым жасай беретін ынжық болады. Кейбір ата-аналар баланы қатаң талап қою арқылы тыңдатады. Бірақ баланың қажеттілігін ескермей сезімін қабылдамайды. Бала үшін не жеп, не ішу керектігін, қандай киім киетінін, не сезініп, қалай сөйлеу керектігіне дейін өздері шешеді. Мұндай жанұяда бала өміріне ренжіп жүреді. Ата-анасынан жазалау не эмоционалды зорлықты алдын ала күтеді.
ата-анасына сенбейді. Бауыр басу бағдарламасы қауіп төндіргендіктен бала өтірік айта бастайды, ата-анасынан алыстайды. Жасөспірімдік кезеңде ондай балалар жиі қарсыласатын болады. Сонымен қатар баланың қажеттілігіне тым сезімтал болатын ата-аналар да кездеседі. Қамқорлық жасайды, бірақ балаға теңі, досы ретінде қарайды. Ондай ата-аналар бала кезінде зорлық көріп өскендіктен өз балаларына жұмсақ болуды ұйғарады. Бала кішкентай болғанда бәрі қалыпты болып көрінеді. Бірақ бала өскен сайын түрлі қылықтар шығара бастағанда ынжық ата-ана не істерін білмей өзі бала күйіне түседі. Бала оны қалай қабылдайды? Бала ата-анасының инфантильді, әлсіз позициясын көріп мазасызданады. Жүйке жүйесі бұзылып, ештеңеге көнбейтін болады. 30-шы жылдар Януш Корчак ыңғайлы баланы тәрбиелеу баланың дамуына зарар тигізу екендігін айтқан болатын. Дәрігер маман әрі педагог болып, ол мұндай тәрбиенің нәтижесін көрді. Ыңғайлы балалардан көздері сөнген, ұяң, өз сезімін түсінбейтін, шығармашылық қабілет ашылмаған, тұйық, қатыгез, дөрекі тиран қалыптасатынын айтқан. Өкінішке орай бәріміздің жолымыз болған жоқ. Көбіміз не қамқорлық, не басқарушылық жетпей ер жеттік. Мұның нәтижесін біз өзіміздің ата-ана ретіндегі тәжірибеден көреміз. Бізге қамқорлық пен басқару арқылы, тәрбиелеу жолын қателіктер арқылы өзімізге салуға тура келді. Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Себебі адамзат тарихы ата-ана болу моделінің әрқашан эволюцияланғанын көрсетеді. Адамды да, баланы да еркінен тыс өзгерту ешкімнің қолынан келмейді. Адам қысым көрген сайын одан бетер қарсыласады. Одан басқа мүлде өзгеріске ұшырамайтын қабілеттер бар. Мысалы, темперамент немесе жүйке жүйенің жұмыс істеуі. Баяу бала ешкімнің айтқанымен жылдам пысық бола алмайды. Қозғалысы белсенді бала қанша тырысса да бір жерде ұзақ отыра алмайды. Оған қарамастан кейбір ата-аналар өзгерте алмайтын нәрселерді өзгертіп әлек болады. Темперамент ми арқылы басқарылмайтын табиғи ерекшелік. Ақыл мен ерік-жігер арқылы темпераментті баса алсақ та өзгерте алмаймыз. Егер баланы өзгертуге бағытталған амалдарының орнына баланың ерекшелігін қабылдап, темпераменттің өзінен де айналасына да қолайлы ету үшін бейімдесек, баланың өмір сүруі жеңілдейді. Балалардың темпераментін анықтағанда, олардың жалпы ақыл-ой әрекетінің ерекшеліктерін, жұмыс істей білу қабілетін, осыларға байланысты түрлі қозғалыс қимылдармен де санаспауға болады. Әртүрлі темпераменттегі баланың ерекшеліктерін төмендегіше тұжырымдауға болады. Сангвиник. Бұл тип өкілі еті тірі, қабілетті, қозғалысты ұнататын оқушы. Ондай оқушы ақкөңіл және қызу, жеңіл мінезді болып келеді. Сондай-ақ ренжігенде тез қайтып кетеді және сәтсіздікті жеңіл өткізеді. Ұжым арасында жүргенді ұнатады. Басқа оқушылармен тез тіл табысады. Қысылып қымтырылмайды. Кісіге қайырымды келеді. Сангвиниктерді оқу үрдісінде бақылаған жақсы. Яғни оқу үстінде олар қасиеттерін айқын көрсетеді. Егер оқу материалы қызықты әрі жас ерекшелігіне сай болса, онда оқушы жаңа берілген материалды тез қабылдайды, жеңіл есте сақтайды. Ал егер материал қызықсыз және оны оқу үшін көп уақыт қажет болса, онда оқушы оны есте ұзақ уақытқа сақтай алмайды. Сангвиниктерді дұрыс тәрбиелегенде оны жоғары дәрежеде жетілген бірлік және қайырымдылық сезімі, оқуға деген белсенділігі ерекшелендіріп тұрады. Флегматик. Бұл типтің өкілі баяу әрі байсалды келеді. Істі ойланып, төзімділікпен істейді. Жинақылықты, қалыпты жағдайды ұнатады. Өзгерістерді ұнатпайды, бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді. Психикалық процестер флегматикке баяу жүреді. Бұл баяулық оған оқу жолында кедергі келтіреді. Әсіресе тез есте сақтау, тез ойланып жауап беруге келгенде кейде флегматиктер жамандықты ұзақ мерзімге есте сақтап қалады. Адамдар қарым-қатынас жасағанда флегматик бір қалыпты, байыпты болады. Керек жерде тіл табысады, орынсыз сөйлемейді, көңіл күйі тұрақты. Олардың байыптылығы мен байсалдылығы өмірге деген көзқарасынан да көрінеді. Флегматикті ызаландыру немесе оған эмоционалды әрекет жасау оңай емес. Ол ұрыс-керістен аулақ жүреді. Қиыншылықтар оның тепе-теңдігін бұза алмайды. Флегматикті дұрыс тәрбиелегенде іскерлікті, талапшылдықты,
орнатуға болады. Бірақ жағымсыз жағдайларда оларда әлсіздік, жалқаулық пайда болады. Холерик. Бұл темперамент өкілі шапшаңдылығымен, ұстамсыздығымен, тым қозғалысты орнатуымен ерекшеленеді. Оларда психикалық процестер шапшаң өтеді. Күйгелектілік осы темперамент өкілдеріне тән. Ол жұмыс істеуге жақсы қарқынмен кірісіп, күші таусылғанда оны тастап кете береді. Адамдармен қарым-қатынаста тынымсыз, агрессивті, шамданғыш болып келеді. Сондықтан холерик болған жерде ұрыстар жиі болады. Холерик темпераментінің жағымды жағы энергия, белсенділік, құштарлық, инициативтік, жағымсыз жағы ұстамсыздық, қаталдық және ашушаңдық. Мысалы, бастауыш сыныпта оқитын холерик оқушы талпыныс пен құштарлық ерекше көзге түседі. Тіпті партада мұғалімді тыңдап отырған холерикті анық мимика мен энергетикалық белгілер арқылы ажыратуға болады. Тақтаға шыққанда бір аяқтан екіншісіне ауыстырып тұрады, өте жылдам жауап береді. Ондайлар тез қозғалуға, үлкен өзгерістерге құлшынып тұрады. Меланхолик. Бұл темперамент өкіліне психикалық процестер өте баяу жүреді. Қатты тітіргенгіштерге жауап бере алмайды. Ұзақ және қатты күшті сүрсе, олар жұмыс істей алмайды. Олар өте тез шаршайды, бірақ қалыпты қоршаған ортада, мысалы үйде, ондай балалар өздерін жақсы ұстап, іс-әрекеттерді жақсы орындайды. Эмоциялары баяу туады, бірақ тереңдігімен және күштілігімен ерекшеленеді. Олар өте сезімтал келеді. Реніштерін іште сақтап, оларды көп ойлай береді. Бірақ сондай қиыншылықтар бар екенін ешкімге көрсетпейді. Меланхоликтер тұйық болады, таныс емес адамдармен сөйлеспейді, жаңа ортада қатты қысылады. Жағымсыз жағдайларда ауруға айналған осалдық, қысылу, көңілсіздік, пессимизм пайда болады.